Салам достар, дагы бир жолу кандайсыздар? Кутман күнүңүздөр менен биз азыр эфирге таанышууга даярданып жатабыз. Бул жакта Жихан, бул Жихандын карындашы, Жихандын агасынын кызы. Атың ким? Ерке. Эрке. Канча жаштасың? Баарыңызга салам. Калайсыздар? Менде барлыгы жакшы. Восстановление болуп жатыр. Тек больницага карыз болуп калдым. 2 миллиондай кажется. Кателеспесем, примерно 2 миллиондай. Соны шыгарга чейин төлөп тастоо керек болуптур. Спорум али жалгасып жатыр достар. Көмөктесип жибересиздер мага өтүнөч. Менде барлыгы жакшы. Қазір жүріп келдім, жатқызбайды жүр деп айтат маған. Су көп ішіп жатырмын. Ертерек қайтып бара жатырмық. Концертке әлі шатын әншілер көп. Әлі болып жатыр. Но жұмысы біткесін кету керек. Біз қайтып бара жатырмық. Менде осындай бейджик бар екен. Күшті. Қайырлы таң баршаңызға. Біз деген ұнатпай ен тұрып жатырмық па. Кеше ерте ұйықтап қалыппыз. Шаршап. Сол енді қазір завтрак дайындау керек. Сосын шаруалармен шығу керек. Қыздар, мына вентиляторды сатайын деп жатырмын. 7 мың теңге берем. Біз оны 12 мың ба 14 мыңға алғанбыз. Новый алдыңғы жылы алдық. Қолданғанда жоқпыз дұрыс. Барлығы жасап тұр. Мына айналатын нәрсесі барлығы новый. Просто біз камера алайын деп отырмыз, сол үшін сатайын деп отырмын. 7 мың теңге болса. Вишня деген ол олай піспейді, мынау черешня. Былай піседі, мен білем ғой. Достар айттыңыздар, что черешня. Мен деген сатқа, мен деген. Мен бұл үйде соңғы рет 2018 жылы болдым. Алматыға ең алғаш келген кезде осы күнәсілеріміз қолдап. Сіздерге подарок. Екі сумка алып кетіп өзім жататын сумкаларды. Қонақтар болу ғой үйде. Бүгін бізде өзбекше контент, өзбек елінің ұлттық тамағын жасап жатырмыз. Енді менің пловымды бәрі жақсы көреді, Аружан пловты күшті жасайсың деп. Сіздерге осыны кішігірім контент ретінде преподноситейін дедім. Обязательно маған қазақша сөйлеп отқан кезде орысша сөздер қосу керек. Қалай алып тастауға болады, осыны білмеймін. Ал, кеттік. Ойбай. Біз атын кезетін қазақ болды ғой. Сіздерге келin сіздерге. Обязательно. Компотынан қарсай жаным бізге. Рахмет. Бізде бүгін қонақ тату күні болып жатыр. Бір қонақтан шығып, екінші қонаққа келіп жатырмыз. Ақтөбеден баққан тәтелері келген болатын, сөйтіп өткенде біз. Біреу тәте дейді, екеуміз мұны апа дейді, мен тәте деймін, вишня дейді, мен черешня деймін. Но бірақ аңын жаңағы вишня. Сөйтіп өткенде балыққа апарғанбыз, бүгін бізді бешбармаққа шақырып жатыр, сөйтіп қонақтан сразу қонаққа келдік. Сол. Екеуміз үйден дымсыз шыққанбыз. Пайди. Бірақ Дымсыз шығып, осындай тамақтар алып кеттік қой. тамақ еще төсек орын, көрпе, косметичка, бірдеңе, коллаген. Қияр, бәрін алып кеттік, компот. Бәрін алып кеттік қой. Қонаққа часто барып тұр керек бізде. Ой, бүгін деген қонақ татып шаршап үйге келіп қалдық. Жаңағы менің соңғы видеомда бүйтіп өзім түсіріп жатырмын ғой, сол жерде бүйтіп походкам былай да. Мен негізі өзім сөйтіп жүремін ше, достар, ойлап жатыр көбісі. Қалат сияқтысың ғой, бүйтіп томпандап жүр қапсың деп. Әумин деп жатырмын, бірақ мен өзім походкам сондай. Мен өзім бүкірейім, бұрыннан бері сколиоз бар менде. Авариядан кейін де омыртқам ауырғаннан кейін мен сөйтіп екі жаққа бүйтіп сөйтіп жүремін, короче. Бірақ әумин деп жатырмыз. Енді. Кстати, на футболкаларды мен сатқам өткенде стримда. 3-ақ мың теңгеден.
өтпей қойды қасқа. Бір 20 футболка өткен шығар. Сол есікші аламын десеңдер плюс қалдырыңдар. Достар, ұмытпай тұрған кезде сіздерге керемет жаңалықпен бөлісейін. Бұйырса 18 июль Лямбар фест болайын деп жатыр. Иссык-Кульда, представляете, ведущий Нурлан Сабуров болады. Ол жақта Ұлық Манапо, Мия Бойко, Адресов, тағы да өте керемет артисттар болады. Мен де негізі өте қатты барғым келді. Өткенде Индира Айджи Алматыға келген кезде мен барам дегем, бірақ енді өзіміздің де Ақтөбеде тойлар болайын деп тұр. Енді барам ба бармайым ба белгісіз болып тұр. Но я очень сильно хочу туда, потому что я обожаю Нурлана Сабурова, Ұлық Манапо и Мия Бойканы там бәрін обожаю. Так что, достар, сейчас оставлю вот сюда Индира Айджин аккаунтын, билеты, где вы можете купить. Вот, обязательно. Мен сегенмін. Қалайсыздар? Мен сегенмін. Осында келгем ғой. Границадан өтуім керек болған Қырғызстанға. Подругам тойына келуім керек болған. И удостоверением таппай қойғам ғой. Сумкама вроде бы салдым. Представляете? И еще бір сумка болып келдім. Жол бойы қарамай. Мына жаққа келіп бағаны бетіп удостоверениемді осы сумкамдан қарап жатсам, мына жаққа салған сияқты едім, вроде мынандай сумка. И сонымен таппай тұрмын. Былай іздедім.